Ол қандай момындар? Бірінші айтады, «Әлләзина хум фи салатихим хашиғун» дейді. Бірінші сипаты жақсылап жаттабаңыздар. Әлгі ақыретте фирдаусқа кіріп жеңіске жететін момындардың бірінші сипаты «Әлләзина хум фи салатихим хашиғун». Намазда хушуқпен тұратындар. Намазда хушуқ болу керек адамда, Құдай үшін. Сонтан имамымыз Абу Ханифа рахимахулла «Әл-амалу касир юбтилу сала» деген. Намазда тұрғандағы көп қимыл намазды бұзат деген. Не үшін? Яғни адамның ойы бұзылады деген. Ал енді амалдың көптігі немен есептеледі деген кезде азы үшеу. Үшеуден кейінгі амал көп болып есептеледі. Ол намаздың берілу сенің Құдайға деген, соны бұзады. Ал Алла тағала айтып жатыр, ақыретте фирдаусқа жететін момындар дейді. Сол момындардың бірінші сипаты намаздарында қорқынышпен тұру. Біздің бір ұстазымыз айтатын, шейхіміз, осы салафит бауырларымыздың Құдай аяғымен сақалына қарап тұратын сияқты дейді да. Намазда тұрса, осылай түзеп тұрады сақалын. Немесе әр рақат сайын аяғын. Как будто Құдай оның аяғымен сақалына қарайтын секілді дейді. Ол өзінің сол қимыл әрекетімен намаздың хушуғынан шығып кеткенін білмей жатыр. Ал Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде не деді? Ақыретте жеңіске жететін момындардың бірінші сипаты намазда хушуқпен тұру. Сахабалар радиаллаху анху дәрет алған кезде дейді, түрлері өзгеретін болған дейді. Саған не болды деген кезде, мен қазір Құдайдың алдына бара жатырмын деп есептеген. Саған айтса қазір 1 минуттан кейін, 5 минуттан кейін елбасы сені қабылдайды десе, сен шортикпен барасың ба? Футболкамен кіресің ба? Бір күн алдың костюм шалбар бар болса соны өтектеп дайындайсың, жаңағы жоқ болса сатып аласың, және как будто бір сен ана туфлиң ескі болса кіргізбейтін сияқты жаңа туфли сатып аласың. Солай дайындалып барып кіресің, шатысып қалмай, сөзіңді ыңғайлап, қазір бір артық айтып қоймайын деген сенде қобалжу болады. Ал сахабалар радиаллаху анху намазға бет алған кезде, дәрет ала бастаған кезде жүректеріне қобалжу кіре бастаған. Құдайдың алдына барамын деген. Абу Ханифа рахимахулла қазір айтады ғой, Абу Ханифа кім ол дейді? Абу Ханифа рахимахулла дәрет алған киіммен намаз оқымаған дейді. Сен сол амалды жасадың ба? Ұйықтайтын киімімізде бір, намаз оқитын киімімізде бір, мешітке келетін киімімізде бір. Ал имам Абу Ханифа рахимахулла айтады, сен бір өзіңнің құрметті қонағыңды қарсы алатында қарсы алуға ұялған киіміңмен намаз оқуың макрух деп есептейді. Біз пижамамен тұрып намаз оқимыз. Шортикпен тұрып намаз оқимыз. Майкамен тұрып намаз оқимыз. Елбасы емес, сен ол шортикпен әкімді де қабылдай алмайсың. Сен қалай Құдайдың алдына олай барасың? Ал енді бұл намаздағы хушуқ өте қатты керек. Қараңыздар, намазға адам кірген кезде такбир алып кіреді. Аллаху акбар деп. Бұны такбиратул ихрам дейді. Яғни харам такбирі дейді. Неге? Яғни Аллаху акбар дегеннен кейін бүкіл нәрсе саған харам болады. Ішіп, жеу, сөйлеу, жаман ойлау, басқа нәрсенің бәрі.
Сондықтан оны такбиратул ихрам дейді. Сондықтан бізде алдымен намазға деген, намазда мен Құдайдың алдына барамын, бүкіл әлемнің жаратушысын мен алдында тұрамын деген адамда ұят болу керек. Ұят болу керек. Адам бірінші адамнан емес, Құдайдан ұялу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Инна Аллаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум" дейді. "Валакин янзуру иля кулубикум" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Алла тағала сендердің мына дене бітімдеріңе қарамайды дейді. Сенің бойың ұзын ба, қысқа ма, үлкенсің ба, арықсың ба, толықсың ба, оған қарамайды Алла. Уәлә иля суарикум дейді. Біздің мынау ақсың ба, сақалың бар ма, жоқ па, тақия кигенсің ба, кимегенсің ба, Құдай бұған қарамайды. Сен жаңағы мына батыстың брендін киіп ба, әлде Қытайдың бір көйлегін киіп тұрсың ба, қарамайды Құдай оған. Бірақ Алла субхану ва тағала сендердің жүректеріңе қарайды дейді. Иля кулубикум, жүректеріңе. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Ат-тақуа хахуна, хахуна, хахуна деген. Тақуалық мына жерде, тақуалық мына жерде, тақуалық мына жерде деген. Тақуалық прическада емес. Анау біреу постоянно шашын алып жүрсе, жаңа бір тақуа болып көрінеді өзінше. Анау нағып прическа қойып алған дейді. Құдай сенің прическаңа қарамайды. Анау нағып жаңағы женсимен намаз оқып тұр дейді. Шапаны жоқ үстінде дейді. Құдай сенің женсимен шапаныңа қарамайды. Құдай тағала біздің жүрегімізге қарайды, жүрегімізге. Сондықтан Алла субхана тағала айтып жатыр: қияметте, ақыретте жеңіске жететін момындардың бірінші сипаты намазды беріліп оқушылар. Жаңағы бауырларымыз келеді, ерегесіп имамға әмин деп айғайлау үшін. Сөйтіп ішінен оқиды. Онда нағып келесің сен имамға, тыңдамасаң оны. Нағып ол имамға тапсырып тұрсың намазыңды. Субханалла, Алла субхана тағала сен аяғыңды талтайтып тұрсың ба, жиып тұрсың ба, Құдай оған қарамайды. Бір Құдай олардың ана сақалымен есептейтін сияқты оларды жаңағы. Қазір мына жерде айтамыз жәннатқа кіретін момындарды. Сақалы ұзын, сақал қойған, бала қысқартқан деген әңгіме жоқ бұл жерде. Тақия киген, шапан киген деген әңгіме жоқ. Бірінші нәрсе адам намазда хушук болу керек. Келдің ба? Тыныш деді ме? Тыныш тұр. Міне адамның тақуалығы жүректе болады. Пайғамбар айтты: ат-тақуа хахуна, хахуна. Басына сәлде киіп, сақал қойып жүргендер де бар. Шапан нәсі киіп. Шортик киіп, сақал қойып жүргендер де бар. Бірақ Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, біздің түр келбетімізге қарамайды. Сен ақсың ба, қазақсың ба, орыссың ба, неміссің ба, жоқ. Алла біздің жүрегімізге қарайды. Тақуалығымызға қарайды. Ал тақуалық қайда? Ол формада емес. Сен жаңағы качок болсаң, жимға барсаң жаңағы, сен жан жоқ, қарамайды Алла тағала. Тақуалық жүректе болады. Сондықтан Алла субхана тағала не деді? Инна акрамакум индаллахи атқакум. Құдайдың алдында құрметтілерің тақуаларың деген. Сондықтан иншаалла бірінші сипат не? Намазда беріліп оқу. Енді осы намазда Құдай үшін болмаған намазға байланысты Алла тағала Құранда аят түсірген. Фауайлул лил мусаллин деп. Яғни намаз оқушыға тозақ болсын дейді. Алла намаз оқу деп тұр ғой бізге. А онда неге Мағун сүресінде намаз оқушыға тозақ болсын дейді? Жоқ. Ол аяттың жалғасы бар.
Әллазина хум ан солатихим сахун. Намазға немқұрайды қарайтындар үшін деп атыр. Намаз Құдайдың әмірі. Сондықтан бұл жерде бұл 200-ді мұнафықтар үшін айтылған дейді. Яғни жаңағы ой мына бәленше намаз оқып жүрсін деп адамдар айтсын деп келген болса, ол момын емес, ол мұнафық. Міне соларға айтып отыр. Сонда 200-бен Құдай үшін емес, адамдар үшін намаз оқығандарға Алла тағала не деп отыр? Тозақтың шұңқыры болсын деп отыр. А сен оның келбетіне қарасаң, семен намаз оқып жүреді, семен ораза ұстайды, семен отырып Құран оқиды. Алла тағала оның ешбір амалына қарап атқан жоқ. Өйткені оның жүрегінде ислам емес еді. Оның жүрегінде ниеті басқа еді. Сондықтан Алла тағала айтып отыр, ол оқи берсін намазын, тозаққа кіреді дейді. Өйткені жүрегінде ниеті басқа оның. Сондықтан біреу үшін емес, Құдай үшін оқу керек. Міне хушуқ деген сол. Маған Құдай бұны фарыз етті, мен бұны оқуым керек деген секілді. Бұл бірінші сипат.